Ассалаумағалейкум, назарларыңызда үкімет бағдарламасы. Біз атқарушы биліктің жұмыс барысын пысықтаймыз. Сіздермен Медетжан Зұғытты, алдымен бүгін сөз ететін тақырыптарда шолып өтсек. Миллиондаған тонна қоқысты қайда жібереміз? Үкімет мүшелері арнайы бағдарлама қабылдап, қоршаған ортаны қорғаудың жолдарын ұсынды. Тұрмыстық қалдықты қалай пайдаға асыруға болады? Елімізде салынатын жаңа өндіріс орындарына қолдау көрсетілмек. 6 миллион тонна. Жыл сайын елімізде осынша көлемде қоқыс далаға тасталады екен. Ал оны жинап, жауып немесе қайта өңдеп іске жаратқандар некен саяқ. Сондықтан енді тауар өндіруші компанияларға өнім қалдығын өзі жинап, қайта өңдеу міндеті жүктеледі. Үкімет отырысында еліміздің қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары министрі Нұрлан Қаппаров тың бағдарламаны таныстыру барысында осылай деді. 2050 жылға дейін жоспарланған жаңа бастама тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесі деп аталады. Оны толық жүзеге асыру үшін 127 миллиард теңге қаржы қажет. Бұл соманың 60% жеке компаниялар есебімен жұмсалмақ. Үкімет бағдарламаны мақұлдап тауар өндірушілерге тағы бір тапсырма жүктелді. Бұл тауарды сырттан таситын компанияларға да қатысты. Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесі еліміздегі 41 қалада енгізілмек. Қазір мұндай зауыттың құрылысы Ақтау мен Қарағандыда басталып та кетті. Алайда үкімет басшысы істің соңы сұйылып кетпесін деп кесіп айтты. Өйткені бұл қадам алдымен Алматыда басталғанымен, ақырында қайырылып қалған зауыттан қазір қайран шамалы болып тұр. Когда в Алмате построили завод, Алматыда осы тектес зауытты ашуын аштық, бірақ зауыт деген аты болмаса, басқа іспен шаруасы жоқ. Міне қазір зауыт бір жақта, жергілікті атқарушы билік бір жақта, тариф мәселесі бір жақта қалды. Ал зауыттың өзі бостан бос тұр. Сондықтан осы жүйелі түрде атқарылатын жұмыстардың барлығы бір жерге шоғырлану керек. Бұл бейнеттің бергі беті. Екінші жағы халықты да тұрмыстық қалдықты бөле жара тастауға үйрету болмақ. Енді тағам қалдығы мен тұрмыстық қоқысты тастайтын контейнердің екі түрі болады. Министрдің айтуынша батыс елдері бұл тәжірибені 30 жылда әрең игерген. Сондықтан халықтың бұл үрдіске бірден үйрене қоюы екіталай. Дайын деп айтуға болмайды, бірақ та біздің қазақ халқы, біздің қазақ ел Европа несі кем. Сондықтан осылай бәріне ақпаратты беріп айтса, біздің Қазақстан оған болашақта қысқа уақытта дайын болады. Қазіргі дамыған заманда барлық елдер сондай технологияға көшіп жатса, әрине бұл да Қазақстанға керек. Енді Қазақстанда осы 50 елдің қатарына қосылды ғой. Болашақта әрине бұл өте қажетті нәрсе деп ойлаймыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бізде қоқыстың қайтыру болмасын, барлығы бір жәшікте жатады. Қағаз да, шөлмек те, тағамның қалдығы да. Әзірге біздегі мәдениет осындай, оған өзімізде, көзімізде үйреніп болған. Енді еліміздің бас экологы бастаған мамандар мұнымызды жөнге салмақ. Яғни батыс елдеріндегідей Қазақстанды кез келген азамат қалдықтың түрлерін ажырата біліп, қолындағы қоқысын қай контейнерге салу керек екенін білу керек. Қазір елімізде тұрмыстық қатты қалдықтар сұрыпталмайды. Жалпы жылына орта есеппен 500 мың тонна қағаз бен 300 мың тонна шыны, 200 мың тонна металл мен 500 мың тонна пластмасса қоқысқа шығады. Қоршаған орта министрі бұлардың барлығын қайта өңдеуге болады дейді. Ал қалдықты қоқыс жәшігіне салу елге қойылған экологиялық талап. Сол себепті жаңа бастаманы жақтырғамай, қалдықты қайта өңдеу жұмысына көп болып көмек беруіміз керек. Тауарларды Қазақстанда жасайтын және осы импорта келетін компаниялар, солар бәрі ассоциацияларды құрып, сол бірге ақшасын өздері салып, сол фондқа. Сол фондтың өздері басқарып, өздері соған жұмсайтын болады. Оны РОП дейді, расширенная ответственность производителя. Ол Германияда басталған мәселе 91-де. Сондықтан ол өте жақсы модель. Енді министрліктің жанынан жасыл даму деп аталатын үлескерлік қоғам құрылады. Ол жергілікті әкімдіктерге бұл жүйені дұрыс жүзеге асырудың амалын үйретеді. Үкімет мақұлдаған бұл жүйені ең алдымен Маңғыстау өңірі басшыларына таныстырып, Ақтауда бой көтеретін зауытты тезірек тұрғызу керек сияқты. Себебі облыс орталығы қоқыстың астында қалатын түрі бар. Шаһардағы тұрмыстық қалдықтарды төгетін жалғыз полигон соттың шешімімен жабылып қалыпты. Ол жерде санитарлық ереже сақталмаған. Далаға шашылған қоқыс қалдықтары мен одан тараған истен тұрғындар зардап шегуде.
Негізінен бұл жер соттың шешімімен жабылған дейді СЭС мамандары. Десек те, әлі де болса да тұрмыстық қатты қалдықтарды әкеп төгіп жатыр. Мұның зиянын жақын маңдағы ауыл тұрғындары көруде. Басқұдық ауылының жұрты жағымсыз иістен түрлі жұқпалы ауру тарап, қоршаған ортамен адам денсаулығына нұқсан келеме деп қауіптенеді. Азанда тұрғанақта мүмкін емес иіс болады. Удары күшті дым. Сасық иістен демалалмай кетесің. Кейде қатты иістер шығады сондай. Шыбын, пата, сен оның зияны көп қой, айта берсең. Содан ауру болады адамдар. Шыбын көп, қоқыспенен аралас бәрі. Иістен отыра алмайсың, жазда далаға шығып отыру мүмкін емес. Иістің күштілігі сонша. Маса, шыбын бәрі болады. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің қызметкерлері сотқа ұсыныс беріп, полигонның жұмысын тоқтатқан. Полигондар біздің бақылауымызда сол тексеру қорытындысы нәтижесінде санитарлық ережелердің сақталмауына байланысты екі полигонның жұмысын тоқтату жөнінде сотқа материал берілген. Соттың шешімімен екеуі қазіргі таңда жабық тұр. Біреуі Жаңаөзен қаласында тазалық мекемесіне қарасты полигон және Ақтау қаласында Мұнайлы ауданында орналасқан Көктем. Ішек аурулары таралып кету қаупі бар. Сонымен бірге аса қауіпті жұқпалы аурулар, холера, тағы басқа да. Ауыл маңында заңсыз қоқыс полигондарының саны да күрт өскен. Бұл өз кезегінде қоршаған ортаға кері әсерін тигізуде. Жергілікті атқамінерлер осының шешімін табуда бірқатар жобаларды жүзеге асыруды көздеп отыр. Биыл жыл соңында Жаңаөзен қаласында орналасқан қатты қалдықтарды өңдейтін зауыт өз жұмысын бастайды. Ақтау қаласының шетінде дәл осындай зауыт салу жоспарда бар. Яғни сонда біз күл-қоқыстан мүлдем арылатын боламыз. Облыс бойынша 8 қоқыс полигоны бар. Оның екеуінің мерзімі өткен. Дегенмен олар әлі күнге дейін жұмысын жалғастыруда. Жергілікті билік әзірге қалдықтарды жинайтын арнайы шұңқыр салуды алға тартады. Ал 2016 жылы қала шетінен аумағы 35 гектар жерге қатты қалдықтарды қайта өңдейтін зауыттың құрылысы басталады деп жоспарлануда. Ал Таразда бұл мәселе бірнеше жылдан бері шешімін таппай келеді. Өңірге қоқыс қалдықтарын өңдейтін зауыт керек деген шешім тез қабылданғанымен жоба жүзеге аспай тұр. Бастапқыда техникалық экономикалық негіздеме жасалғанымен құрылысқа кететін қаржы көзі қарастырылмапты. Жергілікті билік өкілдері қаржыландыруды республикадан алуға тырысқан. Бірақ ондағы мамандар облыс деңгейінде шешуге болатындығын айтыпты. Арада біраз уақыт өткеннен кейін инвесторлар тарту керек деп шешілді. Осы тұста зауыт салуға ниет білдірген инвесторлар Болгария, Ресейден келе бастады. Қала сыртындағы қоқыс үйінділерін аралап, қалдық құрамын зерттеді. Бірақ ешқайсысы бұл іске кіріспеді. Все, что необходимо для привлечения инвестиций. Инвесторларды тарту үшін әкімшілік тарапынан барлық жағдай жасалды. Күнделікті тұрмыс тіршіліктен қалатын күл қоқыс тастайтын полигон маңынан 20 гектар жер телімі бөлінді. Сонымен қатар барлық қажетті құжаттар дайындалды. Жамбылдық шенеуніктер бұл проблеманы жоққа шығармайды. Бір ғана қоқыс қалдықтарын тастауға арналған алаңмен мәселе шешілді деу жеткіліксіз. Қоқыс зауытын салу уақыт талабы болып тұр қазір. Қоқыстың табиғатта бұзылу мерзімі өте ұзақ уақыт алады. Мәселен, күнделікті өмірде қолданып жүрген бір реттік қағаз ыдыс 5 жыл, қаңылтыр қалбыр 100 жыл, ал қарапайым пластик шөлмек 500 жылдан кейін ыдыраса, шыны шөлмек ешқашан бұзылмайтын көрінеді. Әр адам жылына орта есеппен 300 келіден тұрмыстық қалдық тастаса, қоршаған ортаның қалыптылығы қаншалықты бұзылатынын бағамдау қиын емес. Тараз қаласы бойынша жалпы тұрмыстық қалдықтардың жиналғаны 2 миллион тұрмыс тоннаға жатады. Қазіргі уақытта инвесторларды көбісі бұрын жасаймыз деген кісілеріміз көбісі кетіп қалды. Қазіргі уақытта біздің қоршаған орта министрінің арқасында жаңа бағдарлама жасалып, осы бағдарлама бойынша біз өзіміз уже инвесторға кім келетін, қандай оборудование алып келетін, жақсы ма, жақсы емес, өзіміз таңдайтын болдық. Сондықтан біз қазіргі уақытта инвестор іздеп жатырмыз, министерство іздеп жатыр. Құдай берсе, осы биылғы жылдан бастап уже инвестор келетін болса, осы пилотный проекті біз Тараз қаласында бірінші бастаймыз деп отырмыз. Қоқыс өңдеу зауытын салмас бұрын жобалық сметалық құжатқа кеткен миллиондаған қаражаттан бөлек алдын ала дайындық та керек. Түрлі қалдықтарға арналған контейнер орнатудан бастап қоқысты өңдеуге дейін мойындау керек. Бұл істе халықты шыныны шыныға, пластикті пластикке, қағазды қағаз қалдыққа арналған орынға тастауға үйретудің өзі оңай шаруа емес. Бытовыми отходами в Казахстане будет утверждена. Бұл мемлекет пен кәсіпкерлік арасындағы әріптестік деңгейінде болуы керек. Қазір бағдарлама жан-жақты қаралып жатыр. Осыдан кейін барып, мемлекет пен кәсіпкерлік арасындағы әріптестік құру үшін алғы шарттар қарастырылатын болады. Инвесторлар қызығушылығы да артады деп ойлаймын. Сонымен жергілікті билік өкілдерінің айтуынша бұл жоба келешекте жүзеге асады. Бірақ қашан? Анығы сол, бұл жұмыстарды билік тездетпесе, көне Тараз қоқыс қалдықтарының қоршауында қалуы мүмкін.
Нұрлан Қаппаров ұсынған жаңа бағдарламаның бір тармағы ескі көліктер мен оның бөлшектерін жоюға немесе қайта өңдеуге бағытталған. Соның шеңберінде Қызылорда қаласында жарамсыз шиналарды өңдейтін заманауи зауыт ашылды. Жол бойында шашылып жатқан немесе қоқыс алаңдарында тау болып үйілген резеңке дөңгелектер енді елдің кәдесіне жаратылмақ. 40 адамды жұмыспен қамтыған инновациялық жобаның экологиялық тұрғыдан да тигізер пайдасы көп. Қазақ-герман кәсіпорны жылына 2,5 мың тонна шина қабылдап, одан 1,5 тонна резеңке ұнтағын шығарады. Өнім терең өңделіп, жасанды футбол алаңдарының беткі қабаты өндіріледі. Алдағы уақытта өңірде салынатын ойын алаңдарында осы өнімдер қолданылады. Сондай-ақ жол құрылысына қажетті белсенді ұнтақ шығарылады. Битуммен араласқан бұл ұнтақ асфальттың сапасын арттырады. Біздің технологияны пайдалана отырып, тек қана механикалық майдалану тәсілімен біз экологияға ешқандай әсер етпейміз. Майдалану дәрежелері 50 дәрежені асырмайды және ешқандай химиялық процестер өтпейді. Республиканың оңтүстік өңірлері егін шаруашылығына бейімделген. Сол себепті завод 3,9 миллион метр тамшылап суаруға арналған резеңке түтік шығарады. Топырақ астымен жүргізілетін түтікшелер өсімдіктің тамырына ылғал жеткізіп, өзге шөптердің қаулауына жол бермейді. Жоғары технологиялы өндіріс аймақтың дамуына ерекше ықпал бермек. Инновациялық экология жағынан да өте маңызды. Біздің елге, әсіресе Қызылорда облысында бізде енді көптен бері қалыптасып кеткен мынау инновациялық жобаларды істеу қиын деп. Қызылордада ешқандай қиындығы жоқ. Бірінші рет Қазақстанда осындай өндірісті Қызылордада ашып жатырмыз. Өндіріс ошағының басты жоспары жыл сайын зауыт қуатын арттырып, алыс жақын шетелге резеңке өнімдерін экспорттау. Сол кезде сәйкесінше сырбойлықтарға жаңа жұмыс орындары ашылмақ. Қоқыс өңдеуді кәсіпке айналдырып, пайда тапқысы келген азаматтарға мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуде. Мәселен, солтүстік Қазақстанда қоқысты қайта өңдеу кәсіпорны қанатын кеңге жайып келеді. Жоба бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жүзеге асқан. Өндіріс ошағы заманауи құрылғылармен жабдықталып, тұрмыстық заттардың 70 түрін өндіреді. Бүгінде мұнда 50-ге жуық адам еңбек етеді. Государство предоставляет неплохие условия для... Мемлекеттік бағдарламалар бізге таңсық сала түрлерін меңгеруге мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда күл қоқысты қайта өңдеу мәселесі өзекті болып тұр. Бұл экономикалықтан бұрын экологиялық маңызды іс. Қоқысқа тасталған пластик бөтелкелерден тұрмысқа қажетті заттарды жасауды шымкенттік студенттер де ұсынды. Өңірде алғаш рет тұсау кесілген студенттік бизнес инкубаторы байқау аясында облыстық кәсіпкерлер палатасы үздік деген жобаға арнайы грант бөліп, бизнес құрылымды да тауып беруге дайын екендіктерін айтып отыр. Қазірдің өзінде 12 жоба әзірленіп жатыр. Солардың бірі 2-ші курс студенті әзірлеген қоқысты қайта өңдеу технологиясы арқылы пластиктен тұрмысқа қажетті заттар жасау жобасы. Шәкірт өзінің ойы жүзеге асатынына сенімді, өйткені жаңа жүйе қоршаған ортаны ластанудан сақтап, мұнай өнімдерін өңдеуге де септігін тигізбек. Қоқыс қалдықтары үйіліп төгіліп жатады. Пластик, баклажка немесе басқа да бөтелкелер көптеп үйіліп төгіліп жатыр. Соларды зерттеп, жаңағыдай Швейцарияның технологиясы бойынша соларды өңдеуді қолға алуды ойластырдым. Бағдарламамызды осы жерден аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.